Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ дәмді кекстің рецептімен бөлісемін. Бұл жерде ең басты ерекшелік миксер мен таразының қажеті болмайды. Барлығын бір кесемен өлшейміз. Осылай таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне бір кесе қантымызды салып, венчикпен немесе вилканың көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Бұл жерде қантымыз толықтай еріп, әппақ масса болып көтерілгенше 3-4 минуттай араластырасыздар. Осындай әппақ масса болғаннан кейін үстіне бір кесе сұйық майымызды құйып, тағы да біріккенше жақсылап араластырамыз. Ары қарай үстіне бір кесе сүтімізді құйып, біріккенше араластырамыз. Ары қарай үстіне 2 кесе ұнымызды елеуіштен өткізіп 3-4 бөлікке бөліп саламыз және үстіне 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Ұндарыңызды елеуіштен өткізбесеңіздер, кекстарыңыз тапталып көтерілмей қалады. Сол үшін елеуіштен өткізсеңіздер, арасына ауа кіріп, жақсы көтерілетін болады. Осылай масса дайындап жатқан кезде духовкаларыңызды алдын ала қыздырып алыңыздар, сол кезде жақсы көтеріледі. Осылай қалған бөлік ұнымызды салып, қою масса болғанша араластырамыз және қалауларыңызша начинка ретінде шоколад, вареный сгущенка немесе мейізді пайдалансаңыздар болады. Мен бұл жерде начинка ретінде аздап мейіз қостым және жақсылап тағы да кішкене араластырып формаларымызға құятын боламыз. Мен бұл жерде осындай силиконды форма пайдаландым. Бұны майлаудың қажеті жоқ, жабыспайды. Егер формаларыңыз темір болатын болса, оны сұйық маймен майлап аласыздар. Осылай 1-1,5 қасықтан толтырмай салып шығасыздар. Менде барлығы 15 кекс шықты. Осылай барлығын салып шығамыз және 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аласыздар. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымды қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.